Ассаламу алейкум, достар. Красный площадь, қысқасын айтқанда. Москваның центрінде. Шылдардан баштайын деп шештім. Зырынша қызықты діле нәрсе көріп жатам бұл жақтардан. 1812 жылы болған атамекендік соғыштың музей екен. Шыл тұрған қызыл здания. Бізге мындай нәрселер өте қызықты емес. Центрального рынка там. Исторический музей дейді. Бұл діле. Барлы музей екен. Қалай Красный площадьта. Белый дом, Новый Арбат, галерея Шилова, Министерство обороны, Китай город Заря, Сталинский высот. Оны көрген келіп отырмын. Жақынырақтан көрсетейін депші. Шыл зданияны артқа фонға қойып алып, суретке түше бершеді. Несі бар екен бір көріп шығайыншы, жақ өлдерінен жоқ дегенде. İçine gir almasam мынаға. Бұл церковь ұқсайды, по-моему. Церковь болса кірбеймін анда. Бұл бір мекеме дедім әлі, музейге ұқсаған. Меніңше бітті ұқсайды Красный площадьтың қызығы. Москваның центрінде жалаң ұшында здания бар да, мен байқашым бойынша. Мұнда олған исторический. Советтер Союзы түрінде құрылған болсы керек. Красный площадь дейді. Можем? Телефон. Красный площадь деген торговый центр екен. Біз көреміз. Емне қызықтар бар екен ішінде. Легендарный мороженое сатат ұқсайды. Я в Москве скучаю по тебе. Жақсы идея бар да. Қарасаң адамның көптігін оғы мороженыға. Мороженое сатыш керек өтеді, жаққа келіп. Çayxanalar ekan bu. Mana qara. Düzelümlük velosiped ko'rdinglar bilay? Nakey. Düzelümlük velosiped ekan. Вроде простой или көрінеді. Қысқасын айтқанда Красный площадьты көрдік. Өзіңір болғандай өтеділі көрінікті жер емес екен. Өтілі ашықша бағаланып кеткен бідеймін да Красный площадь деп. Маған андайдылы тәсір қалтыр алған жоқ. Қазір кейінгі бара тұрған жерім. Бұл Москва Сити.
Пестовская улицадан чыга алчу. Вот Пестовская улица. Ушул жерге. Аспанға жетішіне біраз қалған небоскрептер. Смотровая площадка қайсында болушы білбеймін да. Қарайынша азыр интернеттен ошол жаққа шығат ұқсаймын. Ортада переходтар бар екен. Связь қылған бұл жем, мұны шамал ұшып кетпесін деп. Бұл жерде, мына жерде третий кольцода ночь өткен жоқ. Бұл жақтан көтіп болчу. Көтіп болчу, бирок сырттан қараған, сырттан көргөндөн көрү жанына келип көргөн башка да. Красота. Мына бұл жақта кирпич. Жана ойын бар го. Эмелерде этаждарды тиз ойногончу ушундай ойын ойноп койгондой болуп калды. Кыйшык болуп. Бул жакта адам бир кыйла аз. Кырсый площадка караганда. Чтобы вы узнали, да? Қаншалық деңгейінде биік екен. Мына байқасаңар болады. Так, ладно. Қысқа этаждар екен. Мына ұзын этаж бұл жақта екен. Бұл жақ Афимов сеті болса керек. Торговый центр. Өзгөчө көрүнөт мындай бир карагандачы. Бактарактай болуп көрүнөт да. Бирок чын-чынына келгенде жөн гана сүрөт. Менимче смотровая площадка ушунун ичинде болуш керек. Азыр ал жакка дагы кирем. Оп-оңай ғой. Құрттар жеп кеткен ошат екі жеріндегі. Сыртында данектерін. Бошап қалды. Мына өзгөчө этажы. Өзгөчө небоскреп. Мына да өзүнчө башкача карап кой. Ийилген. Панорама 360 деген бар екен. Ошол эң бийик. Самый лучший. Чыгайын десем 2900 дейт. Жөн эле чыгып тешесең, бирок ичинде мороженое дагы, кыскасын айтканда, ичимдиктер бесплатный экен. Бизге кажет деле жок да. Бир мороженое жейсиң көп болсо. Ради видео тартыш үчүн ашакка 3000 кетирбей эле коеюн дедим. Дальше сказкага барабыз.
скажет, вот у тебя как темнее. Молодежная метро келдим. Жээним жашап кеткен да бул жерде, Билал жээним. Идешь забирать, позвонишь мне. Все, давай. Апенде десе болот, эмне десе болот. Ошого минип суретке түштүм эле жаш кезимде. Жаш кезимде десем аксакал сүйлөп аткандай болот экен. Бирок действительно жаш кезим болчу. 5-6 жыл мурун. Уақыт деген зымырап учкан куш го. Зымырап өтүп кеткен да ушул тезде. 229 келди. Ошол эле 229. Молодежная дагы. Эме деген парк бар болчу. Сказка деген. Ошол паркка кетип атам. Ушул аттракционго чыгыш керек. Азыр келесиң. Ой. 20 ок берет экен да, значит, 500 рубльга. Менин оюмча не стоит. Вот так вот более нормально. Бұл жақта иттер бар екен де тосылышты. Жанында даже регистрацияда жоқ болчу. Жасаттым эле ала элек болчумун да. Жөн эле кой бер дейт, жакшы. Электронный деп койдум. Турдой да көрсүрөдүм. Кызыктуу билбейм. Мага мындай эле кызыктыра бербейт да мындай нерселер. Эски өстү. Мына достор. Арбат. Ночной Арбат. Адамдар музыканы ушунча жакшы көрөт экен да. Бир нормальный музыка болсо десек. Москванын атак алыска кеткен Арбат деген көчөсү бар беле, ошол көчөгө келдик. Ночной Арбат деп да коюшса керек эле бул жакты, Ночной Арбат. Түндөсү көркүнө келет да бул жер. Бул жерде деле ошол генераторду улап коюптур бул жагына. Сувенирлер окшойт. Бул жак
жакта деле сувенир арабчада жазып койду, кытайча жазып койду. Ата туристтерге ылайыкталып коюптур да. Россиянын булуттук өмүрлөр экенинен мындай буюмдар экен. Нуардан бери мантрешка жасап койду. Шейхтерден бери. Мына аңгысы тилатчат. Бул жака дүйнөдөн келет экен да. Арбат ошончо натышат бул жакта. До свидания. Орус батыр. Прикольные подарки. Магазин презервативный. Спасибо. Халал да коет. Мына жерде халал болушу мүмкүн. Turkish restaurant дейт. Турецкий ресторан дейт. Siz кетейин дедим, орусча. Жаңа сувенир экен го, российский сувенирлер. Ашық чай ішіп алған ұқсайды. Мынаны қарағылай. Өзгөчө курулуш экен бул жерде. Заведение. Экинчи этажга чыгат экенсиң да, кичинекей эмес менен, төпкүч менен. Бул жактан да кирет экен. Ишек кыйнашып турган бечарам, кыйшайт дейбиз. Бизге калбады окшойт уже. За, сыздаштым мен. Азыр бул жакка товарды башка жактан алып келип атышкан окшойт мурун. Биз прямо ушул жерден алып келет болчук го товарды. Мына жакка келет болчук. Пятерочкада иштеп жүргөндөчү. Балдар жыгап эле калып турган. Гүл сатуучу автобус. Бул жүрөбүз, жөн эле. Вроде жүрө тургандай кылып койду бул. Стокниктер да жынат экен. Жакта Арбатты да кыдырып бүттүм. Эми үйгө жылыш керек. Валим отсюда, валим. Москва шаарына болгон саякаттын экинчи күнү. Кече жетишпей калган жерлерге барышым керек бүгүн. Азыр биринчи эле бара турган жер Воробьевы горы. Ал жерди айтсам, ал жер тууралуу Москванын эң бийик дөңсөөсү десе да болот. Кыскасын айтканда Москванын көп жери көрүнөт да ал жерденчи. Скутер
аренда қалай элчи? Негизи мурун көп деле айдабайт болчумун. Бир-эки жолу айдагам. Минутасына 9 рубльдан экен, азыр биздики жарым саатта примерно. Старт рай. Мындай экен да, короче. Воробьёву горыга самокат менен кеттик андан эмесе. Автобустар да барат экен, бирок бизге деген приключение керек да. Саякаттар. Канча 20га чейин эле чыгат экен да бунун скорость. 20-дан ашпайт экен. Ушинтип башта айландырып коет да. Аз кайра кайтышым керек экен аркага. Ошо бул жакта эме жок деп турат, проход. Проезда нет. Понял. Силерге жактыбы? Бир жерден кооздугу. Чо бизде күч бар, так что далабыз да азырча. Шуда Яндекс болсо. Пайдамга келгенде билинди булардын күчү. 11-12 түшүп калды. Навигатор мейми тауып атат. Мен жүрген жерде. Жана баш айланып калган болчу. Набережныйда калып кеткенине. Воробьёву горыга да келип калдым. Достор, Воробьёву горы, аркамда турган МГУ. Москва негизги университети. Московский государственный университет. Москвадагы эң бийик дөңсөө. Деңиз деңгээлинен 80 метр дейт, интернеттен карадым эле.
Бұл жерден Москва Сити көрінеді екен. Алақандай тұрғандай. Москваның центр тарауы көрінеді екен мінекей. Лужники. Сейілдегенге келген өте жақсы жер екен. Себебі мен жаңа келіп отқанымда бұл жақтан келдім да. Набережняның бойыменен өте сон жерлер екен, видтер. Ес алып кеткенге болып отырған жер екен. Отырған пушкалар не екен түсініксіз. Шындайлар бар екен. Анан мен байқаған нәрсе бұл жерде канатная дорога бар екен. Қана? Мына. Бедеу шығып түсіп. Анан бұл жақта деме бұрылып тұр. Жаңа стрек қашайды бұл. Лыжный. Горная лыжа. Бұл жақтан секірет екен да, бұл жағы өте биік екен. Тасылып қалады екен да, мына зданияның арасында. Өте биіктен түседі екен да. Удармен түседі екен да, шалды жаққа. Шоу. Москваның негізгі университет. Россиян вообще-то. Жандарда да құрылыш болып отқан ақшайды. Ремонт болып отқан ба? Қысқасын айтқанда СССР деп қойып тұр башында тағы да тұрады сол жазу. 1949-1953 жылдары негізделген ұқсайды. Дәлі ремонт болады тұрды бұл жақ. Аябай чоң.